Мынадан бастасақ міне. Мына біздің екі ортада подлокотник дейміз. Әркім бұны әртүрлі атайды. Подлокотник дейді, бар дейді, не дейді. Өте керемет. Бұл қозғалмайды бұлай. Мынау стакан салғыштарымыз міне. Бұл жерге стаканды қоямыз бұлай. Жолда енді түрлі жағдай шай ішесің, су ішесің. Бірақ жолда достар, мен спиртті ішімдік ішуді кеңес, ақыл кеңес бермеймін ондай. Қолдан келгенше ішпеңіздер. Мынау стакан салғыш. Міне мына көріп тұрғаныңыздай. Міне мынау не? Тормоз бұл. Электронный тормоз. Міне мынау ручной тормоз, электронный болды. Бұл екеуі де тормоз. Мынау ручной тормоз неткенде. Тұрған кезде. Бұл жерде екі тормоз бар, достар. Тереңірек түсіндіріп сіздерге толық кең көлемді айта кетейін. Мынау ручной тормозды тоқтаған кезде ана көк көліктерді бұлай мына жерінде тырт етіп бүйтіп көтереміз ғой. Мұнда ондай емес. Мынаны жоғарыға нетеміз, бұнда көтеріледі сол кезде ручной тартылады. Ал мынау екінші тормоз, бұны бассақ та болады, басып қойсақ болады. Міне бізде бұл функциялары, достар, міне көріп тұрғаныңыздай функциялары. Міне өте керемет функциялар бізде. Функциялар off деген бар. Міне жағына нормаль деген функция, нормальный. Мына жер off, жолсыздыққа, мына жағына қойсаңыздар, жолсыздыққа нетеді. Мына жақ push дейді, push деген кедерлік жолдар. Міне кедір бұдыр, міне резко салып тұрма, достар, міне X моды. Осы мына функциялары. Мына жерде міне сиденьені жылытқыштар, достар. Алдыңғы екі мына сиденье жылытады, міне достар. Мынау бос неміз бізде. Бос орын. Мында міне көрдіңіздер, міне өте керемет несі. Селекторы коробканың міне PRND дейді. Бұл таза автомат, достар. Таза автомат коробка. Таза автомат коробка. Ал мына жерін көрсететін болсақ, бізде мына климатический система, авто дейді. Мынау түрлі жерді жел үрлейтіндер, міне өзіңіз білесіздер. Міне артқы терезе, мынау артқы кішкене терезе жылытатын ба, солай. Мынау алдыңғы терезе жылытатындар. Міне климатический система бұл. Мынау міне желдің үрлеу несі, міне. Достар, мына сырттан ауаны жібермейді, сондай. Мынау көлемі, міне мына бұрасаңыздар, чик-чик жылы ауа. Жазда кондиционер міне нетеді. Мынау міне кондиционеріміз бізде міне AS, яғни салқындатқышы 17, 22, 27 дейді бұл. Градусы бізде, міне достар, кондиционердің градусы. Мынау бізде көрдіңіздер, міне поворотник, аварийный бізде, достар, көрдіңіздер. Міне мынау автомагнитола дейміз бе, қалай айтамыз бұны. Встроенный система бұл, міне өзіңіз көргендей. Бұнда барлық радио дейді, телефон жалғауға да болады, медиа, алдыға, артқа. Бұл енді жерде диск салуға болады, достар, дискі. CD диск салуға болады. Мынау экраны, достар. Осындай жағдай, достар. Ал мына жағында бізде жағында да арғы жағы бізде кішкентай, оны кілтті қосқан кезде жанатын болса керек, достар, бұл жағы не. Мынау рөл бізде, міне рөл өте қолай екен бізде, кішкентай және қолай. Мына жағында ешқандай кнопка жоқ рөлде бізде. Мына жағында рөлде бізде кнопка бар. Міне мынау рөлде келе жатып, міне мынау телефонмен сөйлесуге болады. Мынау жауып тастаймыз. Мына кнопкаларды түсінікті ғой онсыз да, достар. Мынау бас кнопкалары, міне волюме, міне. Мынау жаңағы неміз біздің. Бұлай воздуха, жылы ауаны кондиционердің заборник үрлейтін. Сонында өздің несі бар, міне. Бұлай неткенде жауылады, бұлай ашылады. Бүкіл барлық машиналарда да бұл бар ғой. Мұнда да
мындай фарлардың несі ұлғайтқышы 1-2 десең, 2-те қойсаң жақсы жанады, 0-ге тұрса төмен жанады. Не осындай жағдай достар біздерде. Мында тереземіз. Мына жерінде міне кішкене айнаша бар бізде. Міне айнасы. Мынау жанатын болса керек. Мына жауып қоямыз. Мында карта болса керек. Бұл жаңағы былай шығарып қоятын болса керек. Өте керемет екен бізде достар. Бұл жерде сос кнопканы сіздерге көрсетейін де, мында сос деген кнопка бар бізде. Сос деген мынау несі есіктердікі дор деп қойыпты. Есіктікі міне мында жағында қойса сөнеді, жағында қосылады. Достар, бұл жерде бізде бұл не? Ашке салатын болса керек. Или неме? Түсінбедім. Бұл не? Свет екен. Бізде ашке салатын міне. Көрініп тұр ма достар? Ашке салатын өте керемет бізде. Ашке салып бұлай. Олай. Қоямыз. Осындай. Бізде мына жағыда міне. Дәл осылай міне. Мында да айнасы бар. Мына жағында міне ұстағыш. Микролифт бар екен. Мында микролифттегі сарт етіп қайтпайды. Жаймен қайтады. Көрдіңіздер ме достар? Сондай керемет екен. Мына жерінде мына дождь не дейтін да жаңбырды нені нететін болса керек, сезіп сол кезде айна автоматически ашыла нетеме солай. Мынау бізде алдыңғы консолдамыз жүрміз біз, міне мынау нететіні, ал мынау жаңағы жел үрлейтін ғой, ауа үрлейтін. Мынау бізде экран, руль бізде міне есік ашық тұр. Мына нелеріміз міне түрлі, көріп тұрсыздар міне түрлі мына су шашырататын, жуатын, нететін. Ол күнделікті ол бұлай барлық нелерімізде де бар ғой. Міне мынау светтің нелері міне. Көрдіңіздер ғой достар, өте керемет. Ал мынау да свет бізде, светтікі бұл да. Өте керемет. Мына жерінің материалы міне достар, резина. Мынау жұмсақ материал, мынау қатты пластмасса, мынау жұмсақ материал. Мынау да міне жұмсақ, мына кожа екен. Мына аяғы басқа материал, мына аяқ өте керемет. Мына пластмасс, мынау материал, мына яқта материал, мына яқта материал. Уже мына жердің өзі 3 бөлім. Мынау бөтен, мынау бөтен, мынау бөтен да достар, көріп тұрсыздар ғой. Өте керемет қылып жасалған. Енді мынау үлкен колонка бізде. Мына жағы міне бұл кожамен қапталған міне. Көріп несі алса мен камера көріне ме? Көрдіңіздер ғой, кожа. Яғни кожа міне. Таза кожа. Мына материал міне достар. Мына материал бізде. Бұл да шүберек материал бұл да. Кожа ма, бұны білмедім. Мынау бізде пластмасса. Мына пластмасса мына жағы. Достар, мына несін біз ашып көрсетейік, қазір ашып көрейік. Бардашокте микролифт бар екен міне достар, көрдіңіздер ғой, микролифт бар бардашокте бізде міне. Өте керемет міне жабылады. Микролифт деген осы міне. Жаймен өзі ашылады, жабылады. Алдыңғы есік, алдыңғы ненің есігі мынандай бізде пассажирді. Салонның іші қараңғы, автосалонның іші достар. Сол себепті мында мен камерамның резкісі жөнді алмай жатыр. Міне автосалонның іші бізде қараңғы өте. Міне артқы не бізде міне. Мына жерде мынандай. Бәрін бір қатар көрдіңіздер ғой достар. Мен бір жақсылап түсіндірдім деп ойлаймын сіздерге. Енді бір артына отырып көрейік.
артын көрсек. Артқы несі бізде мынадай достар. Арты да өте керемет бізде достар, міне. Есігінде міне резинамен жабылған. Бұл жерге бұның ішіне ештеңе де кірмейді достар. Өзіңіз міне көріп тұрғандай міне толық жабылған. Мына жағы да жабылған. Мынау да міне. Мынаны мен тағы мынада да көрдім міне. Жаңағы нені міне. Мынау не жаңа балдыр ашып жібермеу үшін лок деген кілттеу дейді. Я міне мына жағы мынадай. Өте керемет екен міне. Көрдіңіздер ғой достар. Иә, өте керемет. Артта бізде міне кожа мынау материал бізде. Шүберек міне. Камерам ала ма? Камерам резко салса міне. Көрдіңіздер ғой, материал. Материал и мына жер бізде кожа. Кожа өте керемет бізде міне мынау несі терезені түсіргіші, ашып түсіргіші. Мынау несі мынау стакан салғышы бізде, баклажка салғыш дейміз. Мына колонка өте керемет. Мұнда тамаша нелері, подголовниктері. Подголовниктер өте тамаша екен достар. Түсіріп қояйық мынау артқы ремені. Иә. Сиденье шүберек. Сиденье өте кең екен достар. Мен же алдыда да неттім. Кеңе де алдың қысмыны. Мына жері өте жақсы. Бізде грантада көбіне мына жері біздерде шүберек қой. Мынада мына жері өте керемет жақсы екен. Пластмассы екен. Бәрі керемет. Сыпырып тастай бересің, еш шаң болмайды достар. Міне артына отырып көрейік біз. Арты өте керемет, кең. Көрдіңіздер ғой міне. Қанша 1, 2, 3 елі ма? Қанша неге елі бар. Өте кең. Кең екен міне, мен өзім кең болып отыр міне. Аяғым мына жақта жатыр міне. Өте кең машина екен. Микролифт міне бізде. Киімді ілгіш бар, микролифт. Сиденье мына жерде достар бізде. Мына жерде де артқы пассажирлерге, жолаушыларға арналған міне. Артқы салонға арналған ауа үрлегіштер мынау достар. Мына жерінде бізде заглушка бар екен. Яғни бір простой комплектацияда бұлар жерде ештеңе болмайды. Максимальный қымбат комплектацияда мына жерінде артқы сиденьені жылытатын. Мына жерлерде болады достар, артқы сиденье жылытатын мына жерінде. Достар, сондай мынау сиденье міне алдыңғы ұстағышымыз міне. Арты бізде осындай достар. Арты бізде керемет, тіпті керемет. Керемет болғанда да тіпті сөз таппай отырмай айтуға. Біздің мына артқы несі мына жерден шығады екен достар міне. Мына жерден бұлай шығады екен. Артқы 3-ші пассажирдің ремені арттан шығады екен міне. Лада Ларгустерде осындай шығады. Дәл осылай екен міне достар. Мына өте бір керемет жағдай достар. Мен осы нәрсені сіздерге айтайын деген. Міне өте жақсы. Түсіріп нететін міне.